Жаңа жайды, негізі жайдың оны жай береміз десе, неге ісін суда қылып беру керек? Енді сенің о беріп жатырған себебі ол домнан беріп жатқан мысалы. Домнан беріп жатыр. Енді тыңдап алсайшы ақша. Яш тыңдап алсаң енді. Мысалы оны мынадай мендей сендей тадбиркар салды мысалы. О жайды да банктан кредит алады. О жайдың стоимосты мысалы 214 миллион деп жатсаң, сенің жайың 46 миллион деп жатсаң, сол үстіндегі пұлды кім төлейді мысалы 150 миллион мысалы. Неге онда хакім жиналып тұрып, хакім айтты ғой, жайдың оны жай береміз деп неге онда хакімге айтпайсың сол сөзді? Хакімге айтсаң, өзі сондай дейді мен. Болғаны ол. Бұл арзаныңызға үйреніледі 100% қандай екен сөйтіп айтады саған. Себебі. Ол жерде қалайын десең, ертең газ светтен қырқып тастаймыз дейді сонда. Себебін айтамыз, ақшасын жазып бердің ба? Жазып бердім. Болды, себебін айтамын, үйрен. Үйренген қандай екен 100%. Содан айтады. Сонда сіздер қарамайсың сонда? Мен не айтып жатырмын азымен? Үйренеміз деп жатырмын мен арзан сен. Үйреншанына арзан бердің ғой, бір екі деп бердің ғой. Мен қайтың дедім, екі балам награн дедім, онан тыңламайды. Қайтып саған түсіндіре алмады ғой. Бесіп айта алмаймын асыға. Ол адам дей алмайды, болмайдан дей алмайды. Үйренгеннен не болды? Ответ бермегенше бір зат деп айта алмаймыз да. Алуымыз керек. Алғаннан кейін бір зат деп айта аламыз. Көрші үйреніп алайық, одан кейін. Лазықардың сөзі сондай маған. Енді саған мемлекет сондай жай береді, неге сенікі 46 миллион деп мемлекет жай есебінде көрмей жатыпты бұлар. Кім қарайды сонда бұл жерге?